Қазтуғанның қонысымен қоштасуын толғауын оқып бітсек, онда кезекті сұрақтар алаңына берейік. Бірінші сұрағымыз Қазтуғанның қонысымен қоштасуын толғауының тақырыбы не? Кәне кім айтады? Жақсы, шынайы. Қазтуғанның қонысымен қоштасуының себебі оның туған жері, еділ, жайық, ойық, тиыл, жем, сағыз, өзендерінің бойларын еріксіз тастап бара жатқанын, мәжбүр болып тастап бара жатқаны туралы деп ойлаймын. Және бұл толғаудың тақырыбы ол туған жер туралы, өз отанын сүю туралы деп ойлаймын. Жақсы, жақсы. Олай болса, осы Шынаймен, Шынайымның пікірімен кім келіседі? Кәне, Альбина? Мен Шынаймен толықтай келісемін. Себебі бұл жерде Қазтуғанның елімен, жерімен қоштасуы айтылған. Мен Қазтуғанды патриот ақын түрінде көрдім. Өте жақсы. Келесі, балалар ойлаймыз, келесі сұрақ, толғаудың идеясы. Идеясіне Динара қан айтады. Толғаудың идеясы салға туған жермен адамды мүлде ажыратуға, яғни бөлуге болмайды. Себебі олардың бір-біріне деген сағынышы болады. Жақсы. Динараның ойымен кім, пікірмен кім келіседі? Кәне? Кім? Айзат? Менің ойымша Динараның айтқаны өте дұрыс. Себебі адам туған жеріне өте бауыр басып қалады. Туған жерін сүйеді. Егер кенеттен ол жерінен айырылатын болса, оған бұдан асқан қайғы жоқ. Менің ойым сол. Жақсы. Келесі үшінші толғаудың маңызы қандай? Аян? Толғаудың маңызы қандай? Менің ойымша толғаудың маңызы ол жерде тақырыбы Қазтуғанның туған жерімен қоштасу болғанымен де толғау ер мен жердің қайғы қасіреті баяндалады. Және тек шындық айтылады. Тәрбиесі өте зор. Жақсы. Балалар, қалай ойлайсыздар? Дастан? Мен Аянмен толықтай келісемін. Бұл толғауда тарихтың бір беті сияқты. Толығырақ айтсақ, тарихта болып жатқан оқиға, тарихтың бір кезеңі осы толғауда не істеп тұр? Көрініс тауып тұр екен, толғаудың бір көрінісі, кезеңі. Жақсы балалар. Толғауда көтерілген мәселелер туралы ойларың қандай? Айзат? Толғауда көтерілген мәселе бұл болашақ ұрпақ қамы. Яғни ол жерден көшкен кезде, ол жерде ұлы мен ұлда біздің сұлу қыздарымыз күң болып, ұлдарымыз кәпірлерге құл болмау үшін осылай көтеріліс жасап көшіп отыр. Менің ойымша мәтінде көтерілген маңызды мәселелердің бірі осы деп ойлаймын. Жақсы. Қалай ойлайсың? Сұлтан, сен өзің қалай ойлайсың? Мен Айзаттың айтқанымен толық келісемін. Өйткені бұл жерде қазақ елінің балалары мен кәпірлерге тұтынатыс болмауы. Жақсы. Балалар олай болатын болса, кішкене ғана жөндеп жіберейік, яғни осы жерде. Бұл біздің жаңағы ел мен жерде осы кәпірлердің астында, қол астында кәпірлердің жаңағы ұлдарымыз құл, қыздарымыз күң болмауы негізі. Бұлардың көшіп қоныс аударуының себебі де осы екен. Осы жерде балалар бір мысал келтіріп кетіңдерші. Қандай мысал бар еді? Оқи ғой. Ойылда қиыл жемсағыз сайран салатын жатқан аңғарай. Ақ шалмалы бірлердің мешітке жаққан шамдарай. Менің бүйтіп қозғалақтап жүргенім аузы түкті кәпірдің күшті болған салдарай. Кәпірден теңдік алуға қайта келер деймісің? Мұсылманның баяғы Шыңғыстан туған хандарай. Жақсы. Осы кішкентай шумақтан не түсіндің? Айта қойшы маған. Нұрболат? Бұл кішкене шумақтан мен Қазтуғанның өзінің қонысымен кәпірлердің қысымынан өзінің елінен, жерінен еріксіз кетіп бара жатқанын түсіндім. Жақсы. Олай болса, біздің Қазтуғанның еріксіз халықтың қозғалуы біздің осы кәпірлерге құл болып қалмауымыздың кепілегіне, сол үшін біз қозғалдық дейді. Ащы шындық, тарихтағы ащы шындықтың беті айтылып отыр екен осы шығармада. Жақсы балалар, олай болса, келесі тапсырмамыз біздің толғауды көркемдік ерекшелігіне қарай талдау. Алдағында постер
осыған галереяны шарлау. Осы шығарма бойынша әрқайсымыз осы толғаудың көркемдік ерекшелігін талдап өтейік балалар. Метафора, Альбина, жайықта аңса жандалар, ойлашы сонда не метафора, айдаса қойдың көсені, айдаса қойдың көсені. Метафора, айдаса қойдың көсені, айдаса қойдың көсені. Балалар, көстірге 2 минут. 2 минутта жылдамдатыңдар. Себебі сендер оны білесіңдер, е? Көркемдік ерекшеліктерді білеміз ғой, қалай талдау керек екенін. Сол көркемдік ерекшеліктер 2 минут уақыт жылдам бітіріңдер. Мына жерге жақсы сөйлеңдер, егер болмаса. Жас бала деген бар екен. Жас бала. Сұрақ та болу керек қой. Сұлтан, сен жазып қойдың ғой? Жазып қойдым. Жас балалар біткендерін бағдаршам көтерулеріне болады. Қай топ? Жақсы. Олай болса галерея шарлау, неге тақтаға келіңдер. Біткен жұмыстарын. Біткен жұмыстарының тақтаға іліп. Енді бәріптен көрмейсіңдер ма? Қай топтың дұрыс емес, қай жерде қамағаны бар, көрмейсіңдер ма? Жақсы болды ма? Олай болсын отырамыз. Балалар отырамыз. Енді екі топ бір-бірлеріне пікір жазыңдар, ұсыныстарыңды. Кімде қандай ұсыныстарың бар ма? Иә? Шынайы? Біз олар ұмытып кеткен нәрсе, тауда сөзді қалдырып кетті. Соны біз толтырып салайық. Ал негізі мына галереясы дұрыс па екен? Өте жақсы. Жақсы, онды жазып қой. Екінші. Айзат. Біз екінші топтың галереясына қарай келе
Ол жерде барлығы табылған, жақсы жазылған, және де тағы да бір біздің алып қосарымыз бар. Ол жерде көнелген сөздер қалып қалған, яғни жырдағы дулыға және мауыт деген сөздерді тастап кеткен. Şirketlerine to'xtalib kelesi жұмыс балалар туған жер тұғырым, туған тіл қыдырым деген тақырыпта өз ойыңызды кішкентай ғана эссе жасап. Міне эссе тақырыпты туған жер тұғырым, туған тіл қыдырым. Кәне? Балалар естіге беретін уақыт 5 минут. Балалар, уақыт аяқталды. Ал олай болса балалар, мына жерде біз ең ерекше шыққан өзіміздің эсселерімізді автор орнында оқимыз. Кім оқиды? Кел, Динара. Шарман жасап оқиды. Туған жер тұғыры, туған тіл қыдыры. Бұл мақалда Қазтуған жыраудың қонысымен қоштасуын айтсақ болады. Себебі Қазтуған өзінің елмен еріксіз қоштасады. Яғни өз туған жерден ажырайды. Әр адам өз туған жерін жақсы көреді. Туған тіл қыдыры. Бұл сөзде барлық мемлекеттің өз тілі бар. Барлық мемлекет өз тілінде сөйлейді және өз тілін жақсы көреді. Жақсы, тағы Нұрболат көрем. Эссе, туған жер тұғырын, туған жер тұғырын, туған тіл қыдырын мақұл сөзін әркім арқылай түсінеді. Өйткені мен үшін бұл туған жер менің барым, ал әрбір адам туып өскен жердің орта ана тілі бар. Мен бұл тақырыпты Қазтуғанның қонысымен қоштасуы атты толғамдағы қозғалыспен сәйкестендіре аламын. Қазтуғанның өзінің туған жерін еріксіз қабірлетіп қысымынан өзінің туған жерін тастап бара жатқандығы айтылады. Жақсы. Келесі. Айзат беремін. Балалар, әрқайсысы бір-біріне пікір айтуға дайындалып отырамыз. Ұсынысымыз, тілегіміз болса. Туған жер тұғырым, туған ел қыдыры. Туған ел әрбір адамға ыстық әрі қымбат. Әрбір адамның туған жері бар. Туған жер сөзін естігенде әрбір адамның жүрегі елжіреп, көңілі жібіп кетеді. Халқымызда туған жер, ел, отан туралы мақал-мәтелдер, патриоттық әндер өте көп. Менің ойым жалғыз, сондықтан туған жерді бағалай білу керек. Ал туған тіл ол біздің ана тіліміз, яғни қазақ тілі. Мемлекет болып қалыптасу үшін оған ең бірінші керек нәрсе тіл және жер болып табылады. Сондықтан да әрбір патриот адам өзінің елі мен жерін сақтай білуі керек. Осы тұста Қазтуған жырау еске түседі. Оның іс-әрекеттерін еске түсіре отырып, менің ойым беки түсті және де патриоттық сезімім күшейді деп айтқым келеді. Ақылбек, кел шығамын. Туған жер тұғыры, туған тіл қыдыры. Туған жер
құлаққа өте жағымды естіледі. Туып өскен жер әр адамға ыстық. Туған жер тұғырың, туған тіл қыдырың деген сөз бекер айтылмаған. Бұл мақалға тереңірек қарасақ, бәрі де түсінікті. Туған жер әр адамның сағынатын мекені. Туған жер әр адамның жәннаты десең еш артығы жоқ. Туған тіл қыдырың. Бұл сөздің мағынасы әр ел ең бірінші бірліктен, одан соң тілден тұрады. Өз тілі жоқ, әлемде бірде-бір ел жоқ. Қазір бір-бірімізге кері байланысымызды екі жұлдыз бір тізек арқылы берейік. Кәне, кім сөйлейді? Шынайы айтамын. Мен бір жұлдызымды Айзатқа берем, өйткені Айзат эссені өте ашып шықты. Және де осы бір жұлдызды мен Айзатқа берем, өйткені Айзат тақырыпты толықтай ашты, және де оның эссесі маған өте қатты ұнады. Ал екінші жұлдызымды мен Ақбөпеге берем, өйткені Ақбөпе өте тіл байлығы өте жақсы болды, және де оның барлық айтқан сөздерімен толықтай келісемін. Ал енді ұсынысымды айтатын болсақ, мен ұсынысымды, тілегімді Динараға берем, өйткені ол өте жақсы айтты, бірақ тақырыпты толықтай ашпады. Сондықтан да ұсынысымды Динараға берем. Жақсы. Мен бірінші жұлдызымды Динараға бергім келеді. Өйткені ол бұл эсседе нақты айтты, және де әр мемлекеттің туған жерін, туған тілін сақтай білу керектігін айтты. Мен бір жұлдызымды Динараға бергім келеді. Және де екінші жұлдызымды Нұрболатқа бергім келеді. Ол өзінің эссесінде туған жер және де туған ел туралы жазды. Жалпы маған Нұрболаттың жазған эссесі ұнады. Ал мен бір тілегімді Ақбөпеге бергім келеді. Өйткені Ақбөпе Қазтуғанның жырын осы эссемен байланыстырды. Келесі. Мен бірінші жұлдызымды Айзатқа бергім келеді. Себебі Айзат тақырыпты жақсы ашты және де мақал-мәтелдерді жақсы қолданды. Ал екінші жұлдызымды Ақбөпеге бергім келеді. Ол туған жер туралы тарихын және де басқа да түрлі біз білу керек мәліметтерді айтып берді. Ал тілегімді Нұрболатқа бергім келеді. Нұрболат эссесінің ішінде мақал-мәтелдерді қолданбаған. Міне бір-біріміздің ұсынысымызды тыңдады, кері байланыс жүрді. Міне бала осы кері байланыстан бір-бірімізге жасаған ұсыныстан келешекте қорытынды жасай білген, бір-бірімізге берген қорытынды немесе бір-бірімізге айтылған пікірлер әрқашанда